Қайырлы күн болсын баршаңызға. Сіздермен бірге дәмді ас каналы. Бүгінгі ерекше таңғы асымызға осылай дайындаймыз. 2 бас пиязымызды турап алып, майдалап. Бүгінгі ерекше тағамымыз қаздың етінен болмақшы. Осылай міне фарш алып келіп, үстіп саламыз түгел толығымен. Енді 2 картофелімізді турап алып, үстіне дәмдеушілерді саламыз. Өзіміз қалайтын дәмдеушілерімізді саламыз. Әрине мен дәмдеушілерді араластырдым, бірақ байқасаңыздар тұз салған жоқпын. Тұз салса қарайып кетеді. Сондықтан тек қана дәмдеушілермен қойып қоямыз біраз уақыт. Бір бөлке нанымызды турап, осындай қылып турап аламыз. Табамызға салып, сүтке малып табамызға саламыз. Бізге ортасы жұмсару керек, сүтім жетпей қалды. Міне кішкене тағы сүт құйып, осылайша не қыламын, шет-шеттеріне ығыстырып салып жіберемін. Симай қалған нандарымызды осылайша табамға кеткенше салам. Бір бөлке нан мен осындай табама толық кетті міне. Фаршымызға тұз саламыз. Қара бұрыш салдым. Пияз бен фаршымызды енді араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, нанымыздың ортасын осылай басамыз. Біз фаршты орналастыру үшін осылай нанымыздың ортасын басуымыз керек болады. Жақсылап үстіп басып аламыз ортасын, ойықтап. Кусоктар бір-біріне қаратып, осылайша басып шығамыз бәрін түгел. Енді бұның үстіне жаңағы дәмдеушілермен араластырған картошкамызды саламыз. Кішкене ғана шым-шым тұз салдым. Үсіп барлық картошканы толықтай орналастырып шығамыз. Мен көп турап қойыптым. Негізі бір картошка турасаңыздар жетеді екен. Енді қалып кетпесін деп осылай бәрін тығыздап орналастырдым. Үстінен үстіп қасықпен фаршымызды саламыз. Қасықтап фаршымызды салып шығамыз. Толық осы бір фаршымыз осыған кетеді. Осылайша бәрін салып шығамыз. Енді жұмыртқамызға кішкене 4 бас жұмыртқамызға, 4 дана жұмыртқамызға кішкене тұз салып, сүт құйып, сүтінен араластырамыз. Негізінде сүт құймай-ақ қойсаңыздар болады. Бір жұмыртқаға көбейтіп, сүт құймай осылай істесеңіздер де болады екен. Мен сүт құйдым бірақ. Алдын ала қыздырып дайындап тұрған пешімізге саламыз. 35-40 минутқа салдым. Міне дайын болып қалған немізді алып, осылайша сыр саламыз үстіне. Осылай сыр салып, түгел бәрін саламыз. Менде 100 грамдай сыр турадым. Осылай салып шықтым. Осы жеткілікті деп санаймын. Енді пешімізге 5 минут, 6 минутқа қойып аламыз. Құрметті көрермендер, міне таңғы асымыз дайын болды. Шеттері қатып қалып алынбай жатыр. Қазір пышақпен түртіп аламыз оны. Асты сәл шет-шеттер жабысып қалған, ол ешнәрсе қылмайды. Ақырындап алып алуға тырысыңыздар. Шықпай жатыр, қазір шығарамыз, аламыз. Астарымыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.